Құрметті тыңдаушылар, менің арнама қош келдіңіздер. Егер де арнама тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліп, басталайын деп жатқан әңгімеге лайк басып, соңында пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер, мен қуанып қалушы едім. Құрметті тыңдаушыларым, көп рахмет. Маңайым көзге көрінбейтін қара түнек, мысқалдай салмағым жоқ, жеп-жеңілмін. Қол аяғым қанат секілді жайылып, басым зымыранның тұмсығындай болып, тік шаншылып, қара түнекті қақ жарып ұшып келемін. Ғарышта жүрмін бе білмеймін, әйтеуір сомдық жылдамдықпен кетіп бара жатқанымды сеземін. Әлден уақытта көз ұшында тебеннің жасуындай бір сәуле пайда болды. Соған қарай зымырап келе жатырмын. Манадан бері маңайымнан қара түнек болғаны туннельдің ішінде келе жатқан екем ғой деген ой келді әйтеуір. Шексіз бір дәліздің бойымен келе жатқандаймын. Жарыққа жақындаған сайын көлемі де ұлғайып барады. Көп замай бір тылсым дүниеге ене кеттім. Екі аяғым кәдімгідей қатты жерге тиді. Жан жағыма қараймын. Жап-жасыл жазық дала. Өрнектелген жасыл кілемдерсің құдды. Әдегенде кіндік қаным тамған шәлкөде жайлауыма деп қалдым. Бірақ аспанмен таласқан хан тәңірі мен жоңғар алатауының сілемдері қайда кеткен? Алақтап жан жағыма қараймын дегенше, кенет жібектей ескен саумал жел тынысымды ашып, көкірегіме толып, тамыр-тамырымды қуалап ала жөнелді. Қандай ғажап, саф ауа, әп-сәтте миымды тазалап, жан дүниемді жадыратып жібермесі бар ма? Қалжырап қалған денемді күннің мейірімді шуағы мол нұрына ол шомылдырып жатыр. Қайда келгенімді білмей, дал болып, осы мен қайда жүрмін деп ойлап үлгергенімше болған жоқ. Ғайыптан үкідей үлбіреген қос ару пайда бола кетті. Екеуін егізбе дерсің. Бір-бірінен аумайды. Жұмыртқадай әппақ уыз жүнді, қоңырқай қой көздерінен шексіз мейірім төгіледі. Аш беліне төгілген жібектей шаштарынай, шіркін, етек жеңі, мол ақ жібек көйлектері мен мақпалдай қара шаштары, самал желмен желбірей ойнап көзіңді арбайды. Әппақ қасықтай жалаң аяқтарының ақтығына таңырқап қараймын дегенше, талшыбықтай бұрылып, майысып қана. Аға, біздің әлемге қош келдіңіз, деп адамша тіл қатты. О тоба, неткен жұмсақта әуезді үнет, құлағыма жағып, жанымды елжіретіп жібергені. Қош көрдік, қарындастарым, мен қайда жүрмін, деп сұрадым. Сіз мәңгілік дүниесіне бет алдыңыз, тәніңізден бөлінген жаныңыз әруақтар әлеміне келді, деді біреу. Осы сәт әлгінің мейірім төге қараған жанарының шуағына баттым да кеттім. Бала кезімде анам осылай жақсы көріп қараушы еді. Сәтінше есімді жинап, тәніңізден бөлінген жаныңыз дей ме, деп шошып кеткем. Ойбай, 4-ші мүшелге енді ғана енгенде ештеңенің қызығын көрмей, ең болмаса артыма ұрпақ та қалдырмай махрұм кеткенім бе? Қан қысымым көтеріле беруші еді. Содан соңғы жолы құлағанымнан тұрмағанмын ғой. Сорлы анам зарлап қалдау. Әйелім не болып жатыр екен, деп ойлап үлгергенімше, екі қыз мені екі жағымнан демеп, қайтадан қалықтай жөнелдік. Бір талай уақыт ұшып отырып, бір жерге қонғанымызда жапырлап жүрген адам қарасы көзге шалынды. Бәрі де аппақ киінген. Кебін деген осы болар, деп ойладым. Еркек әйелін ажыраталар емеспін. Бәрінің басы таптақыр, шаштарын жалтыратып алғызған. Орталарына араласа бердім. Үрме, періште ме, әлгі екі қыз көзден ғайып болған. Әкем, 7 қат жерден кейін 7 қат көк болады, деп отырушы еді. Мен сол 7 қат көкте жүрген шығармын, деп долбарлап, жан жағыма алақтап қарап келе жатсам, алдымнан мектепте бірге оқыған сыныптасым Дәмеш шыға келмесі бар ма? Бұл өліп қалғалы қашан 30 жылдан асып кеткен шығар. Таң қалғаннан көзім бақырайып, состиып тұрып қалыппын. Өзі сол баяғы өрімдей қыз қалпы. Шашына ақ бантик байлаған, үстінде мектеп формасы, бойы ортадан төмен. Екі көзі тоздай, екі беті анардай, денесі тығыншақтай күлегеш сары қыз болатын. Саусағыңды көрсетсең күлетін,
денесі тырсылдап, түртіп қалсаң жарылғалы тұратын. Сары қыз піскен қарбыз деп мазақтайтынбыз. Әкелеріміз аталас болған соң мені бауыр тұтатын. Сәрсен деп мені көргеннен қуанып, айғайлап келіп бас салды. Дәмеш-ау деп мен де жылы шырай таныта қалдым. Арғы жағымнан оның баяғыда қайтыс болып кеткен ойлап, қорқып та тұрмын. Сонда да ілтипат білдіріп, қалайсың деп қоямын. Менен несін сұрайсың, біліп тұрып, өзің қалайсың, ана дүниедегілерден қандай хабар әкелдің дейді. Кәдімгідей мені әңгімеге тартып. Ол дүниедегілер бізді ана дүниедегілер дейтін сияқты. Баяғыда осы Дәмешті зорлап кетіпті деп естігенде апам өзінің жеңілтектігінен тапты. Несі бар еді солармен байланысып дегені есіме түсті. Не хабар бар дейсің? Әркім өз нәпақасын тауып жүрде деймін. Жалпы мен сөзге жоқ адаммын. Оның үстіне өзім шошып тұрғанда жер үстінің әңгімесін қайбір сапыра қояйын. Өзімнің өліп о дүниеде жүргені мынау. Оған сенбейін десең, осыдан 30 жыл бұрын о дүниеге аттанып кеткен Дәмешпен әңгіме шетіп тұрған соң қалай сенбейсің? Неге менің алдымнан сен шықтың? Өлген адам жәннатқа не тозаққа барады деуші еді ғой, деп өзіне қарсы сұрақ қойдым. Сәрсен, сен менің ажалымнан бұрын қорада арқанға асылып қалғанымды білесің ғой. Өзіне өзі қол жұмсағандар мына жүргендер сияқты екі дүниенің ортасында қалып қояды екен. Солай сандалып жүрмін деп мұң шақты. Ана дүниеден келген өзің сияқты таныстарымды осылай қарсы аламын. Оларды мүңкір-нәңкірдің талқысына алып кеткенше жолығып қалам. Жаным әлі жай таппай жан ұшырып жүргенім осы. Сәрсен-ау деп жерге қарады. Есіме тағы осы Дәмешті жерлеуде ауыл молдасы жаназа шығармаймын деп әлек салғаны түсті. Әке-шешем, сұмдық-ай, молдата жаназа шығармаймын, ата-баба қорымына қойдырмаймын, өзіне өзі қол салған харам депті деп келген. Дәмештің ата-анасы қызынан айырылғандарын естіп, аңырап, жайлаудан түсіп, ауылдағы ағайындары сабырға шақырып, жас бала, әлі ақылы кірмеген ғой, артын ойламай өз-өзіне қол жұмсады. Мүмкін біреу асып кеткен шығар, обалы сол қаншерге деп молда атаны жаназа шығартуға көндірген екен. Кеңес өкіметінің заманы, қожа молдалардың әрең күн көріп жүрген кездері. Коммунистпін дегендер қызыл билеттен айырылмаймыз деп өлім шығарған жерге бармайтын. Ауданнан милиция шығып, жағдайды тексерген соң ауылдың фельдшері мәйітті қараған екен. Қыздың зорланып, абыройынан айырылғаны нақтыланыпты. Қыз зорлаған күдіктілер ауылға құрылыс жүргізуге келген студент отрядының жігіттері екен. Біреу-екеуі жауапқа алынып, қаладан олардың жетекшілері келіп, қыз зорлады деген айыптан арашалап, істі жылы жауып тастапты. Ақырында студенттердің алажаздай еткен еңбектері еш болып, бәрі көк тиынсыз кері қайтарылыпты. Күнге күйіп жүріп студенттердің салған үйлері мен қораларын колхоз басқармасы өз есептеріне енгізіп, қаржысын қалтасына басыпты. Ел біраз уақыт осылай шуласқан. Менің ойымды бөлген Дәмеш. Бауырым, сендер мен өлгеннен кейін қарындастарыңның намысын жоқтап, сол жігіттерді ең болмаса бір сабап алмадыңдар ма? Деп жоқшына жәудірей қарады. Біз жан-жақтан жиналғанша студенттерді қайтарып жіберіпті, еңбектерін төлемей, дедім бар тапқаным. Шынында біздің сыныптың ұлдары қарындасымды аяп, зорлықшыларды жазаламақ болып жиналып жатқанда, шу шықпасын деп ауылдық кеңес төрағасы студенттерді бір түнде Алматыға қарай көлікке салып жіберіпті. Жау кеткен соң қылышыңды тасқа шап дегендей 5 жігіт тісімізді қайрап қала бергенбіз. Кейін қолымыздан келгені барлық сыныптастар жиналып, Дәмештің жас топырағының үстіне азагүл қойып, қыздар жылап, ұлдардың көңілі босап, ауылдың тау жағындағы зираттан жаяу қайтқанбыз. Өмірдегі болатын неше түрлі сұмдықтың басын солай ерте көргенбіз.
Біз мектепті бітірген жылы жазда ауылға студенттік отрядтың жігіттері келіп, малшыларға қора-қопсы салыпты. Олар тыныш жүрмей кешке қарай ауылдық клубқа келген қыздарды айналдырып ермек етеді. Сол жазда серілердің екшеуі топталып, біздің Дәмешті зорлап кетіпті. Ол кездің қыздары оң жақта еркелеп жүргенде, періште қалыптарын сақтайтын, құтты орнына қонатын кезі келгенде, қызғалдақтай үлбіреген пәк қалпында шымылдыққа енетін, болашақ жарына алғашқы түні аманатын тапсыратын. Сондай жауапкершілігі бар қазақ қызы ең алдымен өзінің адалдылығын сақтап, ақ босаға аттайтын. Зорланып қалған Дәмеш, енді қай бетіммен болашақ жарымның ақ төсегіне барамын деп қорланып кетсе керек, өзіне өзі қол салудан тайынбапты. Мал қораның ішінде асылулы тұрған қызды бірінші болып сиырды өріске айдауға шыққан көршінің жас келіні көреді. Келіннің тіл-аузы байланып, қора жақты нұсқап жылай бергенінен атасы келіп қараса, біреу асылып тұр екен дейді. Қария жан қалтасындағы бәкісін суырып алып, астапыралла, бисмилля деп жіңішке жіпті қиып жібереді. Әке шешесі жайлауда малдың соңында жүргенде, ауылдағы үйде жалғыз қалған қыздың мәйітін ешкім көрмеген. Ауылдық фельдшер келіп, асылып тұрғанына 3 күн болған деп нақтылап милиция шақыртады. Ел улап-шулап жүргенде, алғаш көрген келін шошынғаннан кешке қарай ішіндегісін тастап қояды. Шошаңдаған албасты, өзі кеткенмен қоймай, тұқымымды құртып кетті деп, жас келіннің енесі ауланы басына көтеріп жылап, қара жамылып отырған үйге барып, шу шығарыпты. Қой, айналайын, сенің келіннің құрсағына жомарт Алла тағы берер. Мына қыршыннан қиылған қыз енді бір жола жоқ қой, деп абысындары көрші әйелді әрең сабырға келтіріпті. Дәмештің жалған дүниеден жазықсыз да мезгілсіз өткені ауылымызда біраз әңгіме болып, әже аналар қыздарына қатал қарап, әке атаулы осыдан жаман атың шықса, атып өлтірем деп қыздарына қаһар көрсеткен болатын. Сол Дәмештің жаны жай таппай, екі дүниенің ортасында әлі жүргені мынау. Менің мардымсыз жауабым жақпады ма, әлде бұл жақтың тірлігі сондай ма? Кенет Дәмешім менімен қоштаспастан көзден ғайып болды. Қайтадан жалғыздан жалғыз жан жағыма алақтап қарадым да тұрдым. Өз күйіме енді ғана назар аударғам. Үстімде ауруханадағы ақ желбегейім, аяғым жалаң аяқ. Жағымды сипасам, сақалым өсіп кеткен екен. Алақаныма инедей қадалды. Басымды ұстап көріп едім, шашымды қауғадай. Көзімде қанталап кеткен шығар. Қаным көтерілгенде көздегі тамырларым жаралы қасқырдың көзіндей болып кететіні болушы еді деген ой келді. Маңайымда тырс еткен тірі жан жоқ. Бір кезде алдымнан құйрығына қалбыр байланған ала мысық пайда бола кетті. Алдыңғы артқы екі аяғынан тік тұрып, құдды адам құсап, маған мөлие қарайды. Оның мына түрін қызық көріп, тесілген күйі тізерлеп отыра қалдым. Жанарын жанарыма қадап тұр бәлекетің. Шошына қалып, сен қайдан жүрген жан несісің, дедім. Мен баяғыда өзің құйрығыма қаңылтыр қалбыр байлап, оған жанармай шыланған шүберекті тығындап, от қойып өлтірген ала мысықпын, деді кәдімгідей тіл қатып. Қой, ол сұмдықты ойлап тапқан арғы көшедегі Қадыр деген әпер бақан еді ғой, деп ұялғанымнан күмілжідім. Ойлап тапқан ол болса, сол сұмдықты мына қолыңмен жасаған сен болатынсың. Бармақтай кезіңнен істемейтін бәлең жоқ еді. Құйрығыма байланған қалбырдың өртінен қашып, өкпем күйіп жүріп өлдім. Менің қарғысым, балаларымның обалы сені жібермеді. Суыр біткеннің ініне су құйып, балаларын тұншықтырдың. Иттерді төбелестіріп, қораздарды таластырып, қан жоса етіп өлтіретінсің. 3 ашамен торғайларды қанша қырдың. Ер жете келе, аңға шығып, қырдағы қоян мен қырғауылға жаудай тидің. Түлкі мен қасқырдың қанын судай шаштың. Солардың бәрінің артында әлі жетілмеген күшіктері қалғанын ескермедің. Хайуан болса да, оларды бір жаратушы жаратты. Сен обал сауапқа қарамадың, деп ала мысығым тоқтар емес.
Құдай-ау, о заманда бұ заман мысықтың адамды тергегенін кім көріпті? Мысықтың алдында мүсәпір болып отырғаныма намысым келіп. Ей, ала мысық, хайуан өлтірген жалғыз мен бе екенмін? Еркек болған соң қолыма мылтық алып аңға шықтым. Ел қатарлы аң ауладым. Оның несі ерсі екен деп ақтала бастадым. Ел аң ауласа шамалап аулайды. Сен қырып салатынсың. Хайуанның еркек ұрғашысына емшегіңнен аққан сүтінің обалына қарамай сұлататынсың. Атылған хайуандардың аштан өлген балаларына да обал сенің мойныңда кетті. Содан бір перзентке зар болып жүрсің мынау. Артыңда ұрпақ та қалмады деп мысығым жер жебіріме жетіп барады. Шыдамай атып тұрдым. Менен шошынған ала мысық құйрығына байланған қалбыры қаңғырлап безе жөнелді. Оңбаған, жан жарамды тырнап кеткенін қарашы. Шындық қашанда ащы ғой. Бір перзентке зар болып жүргенім өтірік пе? Апамда жалғызыма келгенде неге тарындың Аллам? Сормандай балама бір шикөкпеңді қисаңшы деп еңірегенде етегі толатын. Еш қайсымыз да соның арғы себебін түп төркінін қазбалап көрмеппіз. Мына ала мысық менің көк түйнек кезімнен хайуанат атаулының қанын судай шашып, тұқымын тұздай құртқанымның өтеуіне өзім тұқымсыз қалғанымды бетіме шыжғырып басып кетті. Енді ол қатемді қанша зар елесем де жөндей алмаймын. Анам сорлы жылай да жылай көзінің ұры қайтты. Пұшпағы қанамаса да қыздай алған жарым ғой, әйелім қара жамылып жалғыз отырған шығар. Жаным құлазып, басым ауған жаққа тарта жөнелдім. Жол ұзап барады. Алдында жер басып жүргендей едім. Бір кезде байқасам, көкте жүрмін. Айдын шалқар көлдің үстінен ұшып өттім. Төменде ағаштарының басы аспанмен таласқан жайқалған бақ көрінді. Қайтадан жерге түсіп, жасыл қыратқа келдім. Бақтың ортасында алаңқай бар екен. Оның маңайындағы түрлі түсті гүлдерден көз тұнады. Әлгі жердің хош иісі қандай. Қатарлап бірнеше сәкі қойылыпты. Біріне барып аз кем демалайын деп жақындадым. Мен сияқты ақ кебін киген біреу ары қарап отыр. Ала мысықтан басқа тірі жан көрмей ішім пысқанмен оның сырт жағынан жақындадым. Желкесінің күжірейгені, тақырлап алған бас құйқасының қатпары мен құлағының бас терісіне жабыса беткені, о тоба, 20 жыл бұрын жол апатынан қаза болған әкемді есіме түсірді. Сәкіге жақындаған сайын ет жүрегім елжіреп барады. Не де болса жанына барайын, кім болса да тілдесейін деп шештім. Сол сәт дүниенің қорлығы мынадай ғажайып өлкеде тірі жанды кездестірмеу екен деген ойда жылт етіп үлгерген. Сөйтіп мысық табандап сәкіні айналып алдынан шығып, ана кісіге көз тастаймын дегенше тіл аузым байланып қаттым да қалды. Әкем, ол да маған аласы мол жанарын тіккен. Сол кәдімгі өзімнің туған әкем. Мен Талғардағы ауыл шаруашылық техникумын бітіріп, одан үйленіп, енді қатарымның алдына түстім бе дегенде егін басында тракторы аударылып, астында қалып бақилық болған. Содан артымнан ерген қаздай тізілген 5 қарындасым мен анамның жауапкершілігін мойныма алып қала бергем. Мына отырысында сол қалпы, түк өзгермеген. Сүйекке түскендер, басы шынжыр табанның астында қалып, түрінен түк қалмапты. Бала шағаға көрсетпеңдер, шошып қалар деген соң біз байғұс әкемізді соңғы рет көре де алмадық. Содан бір жеті бұрын жер жыртуға кеткен әкемізден осындай жағдайда көз жазып қалған едік. Алда, қайран әкем, мына отырысыңда сапсау, басы да бүтін. Мен жақындағанда орнынан көтеріліп, сәрсен, сені мұнда қандай жел айдап келді, деді мені көре сала. Түрі түтіңкіреп тұр. Баяғыда жақтырмағанда осылай қарайтын. Амандасарымды не сұраққа жауап берерімді білмей сасып қалдым. Кім білсін, есімді жисам, осы жақта жүрмін ғой, дедім бір кезде тілім шығып. Ақталғаным ба білмеймін. Әй баламай,
өмірі асығып бастаған тірлігіңді соңына жеткізбей жүретін ұшқалақтығың бар еді. Бұл жолы да сол кейіпіңмен келіпсің, деп налып орнынан тұрып кетті. Ассаламағалейкум көке, деп қос қолымды ұсынып едім. Естімегендей мән бермеді. Әкем басын шайқап орнына қайта отырды. Неге жазып қойғанымды түсінбей, басым қатып жанына жайғастым. Әй, дәлдірішім-ай, қайтейін сені. Атқаратын қанша шаруаң бар, бәрі қалды артыңда. Ең болмаса тұқым тастап барып келмедің бе, деп дәл баяғыдай қазан басын шайқап тұр. Келініңіз бала таппаса қайтем, дедім жер шұқып. Бала таппаса, бала табатын қатын неге алмайсың? Сенмен қатар ана Өтелбайдың баласы 3 әйелінің әрқайсынан 3-4 баладан топырлатып жатыр ғой. Қызметтен қуатын баяғы сәбет өкіметі жоқ. Шариғат жолымен некеңді қидыр да ала бер. Асырайтын өзің. 5 баланы бағалмасаң неғып шалбар киіп жүрсің? Енді тұрысың мынау, тұқымды тұздай құртып. Қайт кейін, алдымен менің айтқандарымды құлағыңа құйып, санаңа тоқып ал. Отырмында, деп сәл жылжып жанынан орын нұсқады. Жазған құлда жазық бар ма? Әкемнің жанына тізе түйістіре жайғастым. Бірде, деп күректей алақанын жайып, ондағы таяқтай саусақтарының бас бармағын бүкті. Бір, деп мен де оның жасағанын қайталап бетіне қадалдым. Балам, менің әкем тұсау тауып алсам, тұсауым шығады, деп қорқып біреудің заты тұрмақ. Жерде көлденең жатқан ала жіпті аттамайтын. Сенікі емес пе, алма, деп маған да алдырмайтын. Мен саған дұрыс тәрбие бере алмадым ба? Мына сен жерде ең жатқан дүниені алмақ тұрмақ. Біреудің маңдай термен тапқан ақ адал нанын тартып алатын болып жүрсің. Қайдан пайда табам дегеннен басқа ойың жоқ. Аспандағыны алмап, жердегіні жалмап келесің. Мен айтпасам, кім айтады саған? Қазір сенің замандастарыңда дүние жинаудан бәсеке басталды. Ол дүние харам жолмен келіп жатыр ма? Адам жолмен жиналып жатыр ма? Жұмыстарың жоқ. Рекет болдыңдар, рейдер болдыңдар. Әйтеуір жалмап жатырсыңдар. Қарғыстанда, обалдан да қорықпайсыңдар. Соның жолында жүріп міне, осы халге түстің. Миыңа қан құйылғанша қарамадың. Сол дүниені қалдыратын артыңда ұрпақ жоғында ойламадың. Қалды бәрі. Қарындастарыңның күйеулеріне жем болып, деп қарасынан аласы көп көзімен тесіп жеп барады. Айтқанының жаны бар. Ұяттан жердің тесігін табалар емеспін. Енді олай жасамаймын, дедім бала кезімдегі бір тентектік істеп қойғанда кешірім сұрайтын әдетіммен. Я, жасамайсың. Өліп жатсаң қалай жасайсың, деп зекіп жіберді. Екінші, деп таяқтай болған сұқ саусағын бүкті. Мен де өз сұқ саусағымды бүгіп бетіне қарадым. Табысыңның 10-нан бірін садақа беруді ұмыттың. Садақаны сауыңда бер дегенді есіңнен шығардың. Намазға жығылмасаң да жұма сайын тобырға еріп, мешітке жұма намазға барып жүргеніңмен молданың уағызы бір құлағыңнан кіріп, екіншісінен ағып кетеді. Әйтпесе, имамдар айтудан-ақ айтып жүр ғой. Ауылдың халқы түгелдей нанын жеп отырған жап-жақсы наубайханаң бар. Табысыңды тәп-тәуір, пайдасын қалтаңа баса бермей, 7-сіне бір рет жұма күні тұрақты сатып алушыларыңа тегін нан тарат. Қалған 6 күнде олар басқа жаққа бармай, ақшасын саған береді, деді. Әке, өзіңіз күшті менеджер екенсіз ғой, деп қойдым. Әй, сен күлкіге айналдырмай тыңдасаңшы, деді әкем әзілімді онша жақтырмай. Сол кезде біз саясында отырған жаңғақ ағашынан бір жеміс жерге топ ете түсті. Мұнда да жаңғақ бар екен-ау, деп еңкейіп алып едім. Әкем, қой, бұл жерден дәм ауыз тиме, жер бетінде шаруан көп, деп қолымдағы жаңғақты қағып тастады. Енді 3-те, деп әкем әңгімесін жалғастыратын ыңғай танытып, ортан терегін бүкті. Көңілін жықпайын деп, мен де 3-ші саусағымды бүгіп қойдым. 3. Әкем әр сөзін шеге дей қадап былай деді. Анаңды Меккеге апар. Анаңды 3 рет Меккеге арқалап апарсаң да ақ үстінен өте алмайсың деген бар.
Қазіргі кезде арқалап апармайсың, тез жеткізетін ұшақ бар. Анаңның ақ сүтін өтерсің, өтемессің, әйтеуір шешеңді апарып қайтсаңшы. Жақсылықты алдымен анаңа жасады дейді ғой. Барғанда Қағбаның маңайында тағы басқа рәсімдерін жасағанда жетелеп жүрсең, соны арқалағаным деп есепте, деп маған анамды тапсырып тұрып, даусы сағыныштан болар. Сәл дірілдеп шықты. Мақұл көке, деп бұл өтінішін шын ниетіммен қабылдадым. Достың алдындағы парыз дегенді де ұмытпа. Досқа адал бол. Соған байланысты бір тәмсіл айтайын, деді де жылжып жақындай отырып, екі қолымды жып-жылы қос уысына салып, жанарынан ерекше бір мейірім төге қаратты, әңгімесін сабақтады. Бұл дүниеге келгенде жаратушының алдында жауап беретінімізді естіген шығарсың, деп алды да менен жауап күтпей жалғастыра берді. Сөйтіп жаратушының алдына жауапталған соң, жәннатқа жөнелтілген екі дос өздерінің үшінші серігінен хабарсыз болып, тамұққа түсіп қалды ма екен деп қатты алаңдапты. Сонда жаратқан иеге келіп, осылай да осылай жан досымыздан көз жазып қалдық. Ол мұсылмандықтың 5 парызын адал атқарып жүрген досқа адал жан еді. Соны бізбен бірге жәннатқа жіберсеңіз болар еді, деп куәлік беріп өтініш жасапты. Жаратқан иенің пенделеріне деген махаббаты сондай, жамағат айтса сөзін жерге тастамайды екен. Ал ата-анасы айтса қабылданбайтын көрінеді. Сөйтіп сол дастырын жәннатқа алдыртыпты. Қандай жағдайда да қолдайтын сондай адал достарың болсын. Байқауымша сенде ондай дос жоқтың қасы, деп айтқаным шындық па, дегендей жүзіме барлай қарады. Мен не дейін, сөзі дәл келіп тұрса, үндемей жер тесіп отырмын. Әкем терең бір күрсініп алып, аманатын ары қарай айта бастады. Енді соңғысы, тұқым жалғауды ұмытпа. Оның жолын саған мен үйретпеспін. Нәпсінің құлы болуды тоқтат. Ал мен енді ана таудасып өз мекеніме кетемін. Сен фәниге қайт. Ол дүниеде бітпеген істеріңді бітір, деп әңгімесін зілмен аяқтап сәкіден көтерілді. Таудың арғы жағында не бар көке, деймін әуестігім ұстап. Онда бақи бар. Ол дүние бірнеше қабаттан тұрады. Мен соның жоғары қабатындамын. Көке, адам өлгенде мүңкір, нәңкүр деген періштелер сұрауға алады деуші еді. Мені әлі сұраған жоқ қой, деп едім әкем. Оны қайтесің, әлі көрге түспедің. Көресіңді көрмей, көрге түспейсің, деген осы. Амал дәптерің әлі жабылмаған соң, періштелер сұраққа ала алмайды. Қиямет қайымда барша жан сотталып, күнәсі көптер тозаққа тасталады. Күнәсіздер жұмаққа барады екен. Бар енді, жолың ұзақ, деді әкетайым маған қимастықпен көз тастап. Енді қашан кездесеміз, деп мен де қия алмай тұрмын. Мұнда адамдар қартаймай ма? Әкем әлі 40-тағы қалпында, тіпті менен жас көрінеді екен. Ауылдағы оның құрдастары шал болып таяқ ұстап жүр. Енді кездеспеспіз. Таңда машқар күні болмаса, деді де әкем көзден ғайып болды. Кәдімгі ауаға сіңгендей әп-сәтте жоғалды. Түс көргендей болып қала бердім. Тұрған орнымнан кері бұрыла бергенім сол еді. Тағы да жарқыраған нұрға еніп кеттім. Көз алдымнан ес білгелі бергі өмірім кинодан көргендей өтіп жатты. Бір кезде жалт етіп бір елес өтті. Мезетте өтсе де тани кеттім. Талапжан, құлынтайдай тепсі өскен достарымның бірі. 25-ке аяқ басқанша отау құрмай жын қуған кезіміз. Ала сүріп екі иығымызды жұлып жеп жүргенде осы Талапжанның ажалына себепкер болғанмын. Елесін көргенде қорқыныштан жүрегім тоқтап қала жаздады. Қазір жаныма жетіп келіп, мені Рысқали екеуің өлтіргенсіңдер, деп жағамнан алса қайтем. Онсыз да қай кездері есіме түсіп кетсе, жан дүнием құлазып, қолым қанға былғанбаса да, жаным қанға бөгіп қалғандай аласұратынмын. Бағанағы әкеме деген сағыныштан жұрнақ та қалмай, жүрегім аузыма тығылып,
досыммен кездесіп қалуға жүзім шыдамай бұл арадан қаша жөнелдім. Шындығында ұша жөнелдім. Құрметті тыңдаушылар, жалғасы бар. Егер де жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, онда міндетті түрде каналға тіркеліп, осы әңгімеге лайк басып, астына жалғасы деп жаза кетіңіздер. Соңына дейін тыңдағандарыңызға алғысым шексіз. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.